музейден тарих дейтін бақтабамыз қазақтың қасқа жолы қатпараңыз музейдің радио арнасымен бабалар жүріп өткен сақталар із дәуірлерді дәріптеп бұл арнада ғасырлар ғаламатын ақтарамыз. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде музей радиосы. Микрофон алдында Әйгерім Сейітбекқызы. Ерте заманнан бері келе жатқан ғылымның бір саласы археология. Адамзаттың өткен тарихынан мәлімет беретін кез келген жазба мен затты осы ғылым саласы зерттейді. Сонау біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырда грек ғалымы Платон өз деректерінде қазба мәліметтерін қолданған болса, жалпы Европа, Азия елдерінде ғылымның осы саласының қарқынды дамуы 15-16 ғасырлардан бастау алады. Ал Қазақстан жерінде бұл ғылым 19 ғасырдың 70-ші жылдары өз жұмысын бастады. Бүгін біз Сырдарияның төменгі ағысында орналасқан оғыздардың астанасы болған орта ғасырлық Жанкент қаласы туралы сөз қозғайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің археология және этнография ғылыми зерттеу бөлімінің ғылыми қызметкері Оразалиева Гүлжанар Ибадуллақызы. Студиямызға қош келдіңіз. Гүлжанар Ибадуллақызы, енді осы оғыздардың қысқы резиденциясы болған, астанасы болған, орталығы болған деп айтып жататын осы тарихи қала Жанкент қаласының осы халық аузында жүрген аңыздары туралы не айтасыз? Халық арасында кең таралған осы аңыз жайлы 18-19 ғасырларда қазақ жеріне аяқ басқан Ресей жазбаларында жарық көрген. Негізінен бұл аңыз былайша сыр шертеді. Бұл күндері төбеге айналған Жанкент қаласы бір замандарда гүлденген шаһар болады. Оның Санжар деген патшасы болады. Ол аң аулап сел құрғанды жақсы көреді. Сөйтіп жүріп, Созақтың маңайында өмір сүрген Қарабура әулиенің қызы Бегім атты сұлуды ұнатып қалады. Сол Бегімге көзі түсіп үйленеді. Бегім жаратылысынан ақылына көркі сай, парасаты мол қыз болады. Санжарды табындырған да соның осындай сан қырлы қасиеттері болса керек. Үйленгеннен кейін Санжар бұрынғы әдетімен нөкерлерімен ертіп аңға шығады. Дарияға келіп ыспақ аяқпен өтерде қанжарын үйіне ұмытып кеткен есіне түсіп, қасындағы құлын жұмсайды. Шұғыл түрде үйге барып, ханымнан менің қанжарымды алып келе қой дейді. Сонда құлы үйіне барып, есігінің алдынан, ауласынан айқайлап, ханым, ханның қылышы қалып қойыпты, алып беріңізші деп. Сонда жаңағы Бегім сұлу жүзін көрсетпей, сонда аппақ білегімен қанжарды құлына береді. Сонда ақ білекті көрген құл сол жерде есінен танып қалады. Сонда есін жиса, оны есінен танып қалғанын Бегім сұлу білмейді ғой. Сонда есін жиып, құл атына қайта шауып ханға жетсе, хан сонда булығып күтіп тұр екен. Көп күткен болу керек. Сонда кешігудің себебін сұрайды ғой. Кешігу, неге кешіктің деп хан қаһарына мініп тұрғанда, ол сол жерде құлы өтірік айтады. Мен барып едім, ханым мен қанжарды беріп тұрып, менің білегімнен жібермей ұстап қалды. Содан мен кешігіп қалдым деп, сонда өтірік айтады. Содан тақсыр дейді ғой, енді кешірім сұрап мені өлім жазасына қиыңыз деп құл сөйтіп айтқандай болған жоқ. Ол Санжар хан барлық жаңағы сеуілін бәрін тоқтатып еліне қайтады. Санжар хан істің ақ қарасына бармайды. Ашумен келіп, істің ақ қарасына бармай, күнәсіз Бегім сұлудың оң қолын, оң бұрымын, оң танауын тесіп, зынданға тастатады. Сонда істің мәнісіне түсінбеген Бегім әрі жазықсыз жәбір көрген
көрер таңын сонда көзімен аттырады зынданға беріп. Сонда мұны сарайдағылардың бәрі түгел біліп, көріп отырып, сонда да ешқайсысы Бегім Сұлуға араша түспейді. Ханның қаһарынан қорқады. Ханның қаһарынан қорқып. Сонда екінші күні дегенде ханымның әкесі Қарабура әулие, атақты Қарабура әулие Бегім Сұлудың түсіне енеді. Сонда ана қыз қиналғанда әкесінің түсіне қызы кіреді. Бегімнің сонда әкесі былай дейді түсінде: балам, бұлдыртпай шыныңды айтшы, ақсың ба әлде қарасың ба дейді. Сонда тек турасын айт дейді, өтірік айтпа, турасын айт. Сонда Бегім жылап тұрып әкесіне айтады: атажан-ау, атажан, Құдай атымен сізге ант етейін. Егер Санжархан ақтығымда күмәніңіз болмасын дейді ғой. Ақтығымда күмәніміз болмасын. Сонда Қарабура әулие не дейді? Сонда Қарабура әулие егер де Санжарханға қиянат жасасам дейді ғой енді Бегім Сұлу. Санжарханға қиянат жасасам, тәңірім атсын, өмірімді қысқа атсын деп барынша. Бегім Сұлу ақпын ата, ақпын деп ақтығын айтады. Сонда осыдан кейін енді қызының зарын естіп отырған әкесі Санжарханның түсіне енеді. Сонда Санжарханға айтады: сен де бір балам едің. Егер менің қызым арам болып саған қиянат істесе, келесі күні сол қолы, сол бұрымы кесілген күйде мүгедек болып қалсын дейді қызым. Өтірік айтқан болса дейді, қиянат жасаса дейді. Ал егер де күнәсіз болса, қызымның ақ пен қарасын ажыратпай жаза қолданғанда бір ауыз әділ сөзін айтпаған, сонда шаһардың тұрғындары да осы шаһарыңмен қосып жылан жұтсын деп оны қарғайды. Сонда осы түсті көргеннен соң Санжархан қатты шошынып, күні бойы ойланып, үшінші күн дегенде таң атқанда сол ханым жатқан зынданға адамдарын жіберіп көп келуді. Сонда ханым қандай күйде отыр екен, барып көріп кел деп бұйрық береді. Сонда әлгі зынданды барып ашып көргенде ханым сол қалпында отыр деп айтып келеді. Ханым сол қалпында отыр екен. Сонда ханның кеңесшілерімен отырғанда, сонда жаңағы Санжархан сонда ойланады. Бұл қалай болды? Жіберген адам зынданға барып, жаңағы көреді ғой, Бегімнің баяғы сол қалпында отыр деп айтып келеді. Әлгі адам сонда көргенін ханға айтады. Содан хан өзін қоярға жер таппай үрей билей бастайды. Кеш болады. Хан кеңесшілермен кеңесіп отырғанда бір аспаннан бір қара мес келеді. Сөйтіп мес келіп шаһардың ортасына түсіп жарылады. Сонда ол местің ішінде тола жылан болады екен. Жыландар адамдарды сыртқа тірі шығармай шағып өлтіре бастайды. Тіпті Жанкенттен қашып шығып Бұхараға қарай кетіп бара жатқан көшпен бірге ілесіп, сонда көшпен бірге ілесіп бара жатқан жаңағы серкенің көшіп бара жатқан көштің серкесінің мүйізіне ілініп барып, жаңағы шаһардан шыққан адамдарды тірі қалдырмайды. Сонда аңыз серкенің мүйізіне оратылып барып шаққан деген аңыздар бар. Қарабураның айтқаны айдай келді ғой сонда. Қарабураның айтқаны айдай келеді. Осылайша гүлденген Бегім Сұлудың бейнесі Алланың құдіретімен қалпына келеді. Хан оның кінәсіз екендігіне көзі жетіп кешірім сұрайды Бегім Сұлудан. Сонда көңіліне тық алып қалған Бегім Сұлу көгершінге айналып ұшып кетеді екен. Сол замандарда жалғыз бір күйеу ана өмір сүреді. Кемпір бір күні тезек тіріп жүрсе, бір іннің алдында бір алтын ділдә жатады. Оны тауып алып, ертесіне тағы сол жерге келсе, тағы бір ділдә жатады.
сол іннің аузында. Осылайша кемпір күнде алтын ділді алып үйіне қайтып, жағдайы жақсарады. Сонда жаңағы кемпірді бәрі әңгіме қылады. Жағдайы жақсарады, малы болады. Сонда бұл әңгіме ханның құлағына да жетеді. Осылай осы кемпір жағдайы түзеленді. Сонда хан тапсырма береді, ана кемпірді алдыртыңдар деп. Сонда жаңа кемпір шындығыңды айт деп, жаңа кемпірді алдыртып, қорқытып, шындығын айтқызады. Сонда хан істің ақ қарасына көз жеткізу үшін інді аңдытады. Бір жылан сол іннің аузына күнде бір алтын ділді шығарып тастайды екен. Ханның нөкерлері ақылдасып, інді қазбақшы болады. Інді қазса, жер астынан алтынға толы бірнеше сандық шығады. Ханның адамдар елге мол қазынамен оралып, сонда келе жатып шаһардың аузынан кіре берерде, жаңағы қазынаға толы сандықтар кәдімгі жылан айналады. Сөйтіп адамдарды шаға бастайды. Бұл енді екінші нұсқасы ғой. Бұл екінші аңыз, халық арасындағы аңыздардың екінші нұсқасы. Сонда шаһарға кіре бергенде қара бураның қарғысы екені есіне түсіп, ханның, хандар дүрліге бастайды. Қаптаған жылан қара халықты шаға бастайды. Сол себепті ел жұрт үйінен безіп, қаласы қаңырап, бос қалса керек деген аңыз әңгімелер де бар. Жанкенттің қала ретінде өмір сүруінің тоқтауы аңыздық желі бойынша осы ордалы жыландардың шаһарды басып алуымен байланысты дейді ғой, аңыздық желі. Сол себепті де осы Жанкентті көп жағдайда жыландардың ордасы, ордалы жыландардың ордасы деп айтып жатады. Қазіргі таңдағы экспедициялық жұмыстар жүргізіліп жатыр ғой. Жыландардың көптеп кездесуі де соның дәлелі болса керек. Археологтар айтып жатады, басқа шаһарларға қарағанда осы Жанкент өңірінде жыландар көптеп кездеседі деп. Айны бір ғылыми дәйекке сенетін болсақ, жыландар алтын бар жерде көп болады. Алтынды қориды, алтынды жаңағы қорғайды, соның айналасында жүреді. Алтын бір өзінен жылулық энергиясын бөледі дейді. Сол жерде жыландар да сол жерде жатады деген бір ғылыми дәйек бар. Мүмкін шаһардың түбін қазса, үлкен мол қазынаға, көп алтынға әлі кездесерміз. Лайым солай болсын, Жанкент жерінен бір жаңағы бүкіл елде дүрліктіріп жүрген алтын адам деген сияқты бір тарихи көне жәдігер табылып жатса, біз әрине қуанамыз. Гүлжанар Ибадоллақызы, осы енді аңыздар туралы айтып кеттік. Енді Жанкент қаласының ғылыми зерттелуі қалай? Экспедициялар ұйымдастырыла ма Жанкентке? Және оны кімдер ұйымдастырады? Нешінші жылдан бастап экспедициялар ұйымдастырылып келеді Жанкентке? Жалпы Жанкент туралы мәліметтер 9-10 ғасырларда өмір сүрген орта ғасырлық тарихшылар шығармаларында көптеп кездеседі. Жанкент негізінен үлкен аумақты алып жатқан қала. Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейі қызметкерлерінің арнайы ұйымдастырған археологиялық экспедициясы барысында 2018 жылы Жанкент қаласында ұйымдастырылды. Бұл Жанкент қаласының қала формасы Т әрпі тәріздес екендігін байқадық. Қала шығыстан батысқа қарай созыла орналасқан. Ескерткіштің шығыс бөлігі батысына қарағанда кеңірек болып келеді және сыртқы қорғанысы жақсы сақталғандығын байқадық. Сонымен қатар қамал қалдықтарынан қорғаныс қабырғаларының жұмбаздалып құйылғанын, өте үлкен блоктардан жұмбаздалып тұрғызылғанын көрдік. Және де сыртқы қорғаныс қабырғаларының бойында бір-бірінен 25-40 метр арақашықтықта орналасқан мұнаралардың іздері сақталған екен. Жанкенттің басты қақпалары шығыс және батыс қорғаныс қабырғаларының дәл ортасында бір-біріне қарама-қарсы орналасқан. Қаланың цитаделі солтүстік батыс бұрышын алып жатыр. Солтүстік батыс бұрышын. Қаланың солтүстік бөлігі құрылыс қалдықтарының жиілігімен
ерекшеленсе, оңтүстік бөлігі тегіс және ескерткіштің басты бөлшектерінің қатарларында өте төмен орналасқан. Құрылымы және жоспарында қарастырылған мына батпақты қалалар тобына жатқызады ғой. Кескен Күйік қаласы, Күйік қалаға қарағанда бұл Жанкентте кейінгі кезде қайта тұрғызылған құрылыс екені көрінеді. Ең алғаш бұны 1846 жылы, 1946 жылы осыған байланысты Сергей Павлович Толстов жазбасында былай айтылған: Яникент жоспары бойынша басқа батпақты қалалар жоспары бойынша бастауын антикалық кезеңнен алатын. Бірақ 10 ғасырда хорезмдік инженерлердің қолымен орта ғасырлық хорезмдік үлгіде қайта бекіністелген қала болып табылады деп жазған. Толстовтан кейін Орта Азияның орта ғасырлық қалаларын зерттеушілер Жанкентті оғыздардың резиденциясы деп атаған. Сол мерзімдерде қарағанда жас болу керек Жанкент қалашығы, батпақты қалалар. Өзі де атау Жанкент деген жаңа қала деген мағынаны білдіреді. Янкигент дегенде, яғни жаңадан соғылған қала, сол уақыттағы батпақты қалалардың ішінде кештеу салынған жас қала екендігін дәлелдейді атауының өзі. Соны жаңағы Толстов жаңағыдай жазып, жазбаларында көрсетіп кеткен. Ғылыми тұрғыдан зерттеулерде берде жүргізілді, ғылыми тұрғыдағы зерттеулер. Орыс археологы Петр Иванович Лерх 1867 жылы Сыр жағасына келіп, Жанкенттің өткен кезеңінен таразыға салып, көптеген деректер тапқан. Оның жазба түрінде бүгінгі ұрпақта мол жазбаларын сақталған. Орыс зерттеуші жағы Сергей Павлович Толстовта Жанкент тақырыбында бір шама уақыт зер салып белгілеген ғой. Бұл қала маңайында Ресей астанасы Мәскеу қаласындағы Миклух-Маклай атындағы этнография және этнология институтының мамандары келіп жұмыс жасаған. Қазіргі жағдайда қазақстандық зерттеушілер Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының ғалымдары да және де осы жергілікті Қызылорда университетінің, Қорқыт атындағы университеттің археология орталығы бар. Сол жерде зерттеу жұмыстарын әлде де жүргізіп, тың деректер табылуда. Әзілхан Тәжекеев бастаған археолог экспедиция жұмыстар жасайды. Нәтижелі болып жатыр, Осы 2020 жылы, өткен жылы, 2019 жылы қазбаның жәдігерлері, археологиялық олжалары музей қорына өткізілді. Өзіңіз куә болдыңыз. Қандай дүниелер келді? Жанкент қаласынан құмыралар, бір ағаш дастархан, керамикалық дастархан, керамикалық дастархандардың сынықтары, және де 4 тұтқасы бар құмыралар, сыртында ою-өрнекпен безендірілген қазандыққа ұқсас. Сонымен қатар саптаяқтар табылды, музей қорына өткізілді. Және де құмыралардың сынықтары, және де көптеген музей қорына табылған экспонаттар музей қорын толықтыруда. Оны Жанкент керамикасының ерекшелігі неде? Түсінде бір өзгерістер бар ма? Жанкент керамикасын мысалға санақпен салыстырғанда Жанкенттің дүниесі белгілі. Өйткені Жанкент қызғыш болып келеді. Топырағы. Құрамында темірдің көп болуына байланысты ма екен? Қызғыш түске болып кетеді, санаққа салыстырған кезде. Топырағының өзгешелігі бар, Өзгешелігі бар. Оның өзгеше қарап тұрғанда өзі көзге көрініп тұрады. Өзгешеліктер. Енді бұл Оғыздардың үлкен қаласы ғой. Оғыз дәуірінен мәлімет беретін
оғыздардың тұтынған дүниелерін қолмен ұстап көріп, оны қорғап өткізіп жатсыздар, яғни тарихпен жанасып жатсыздар. Жалпы Жанкент туралы, осы Жанкент шаһары туралы қандай бір қысқаша 5 қызық дерек айта аласыз? Жанкент туралы 5 қызық дерек. Бұл айтатын болсақ, бұл қалада халық таңдай қағатындай әдемі кілемдер, түс киіздер тоқылған кезінде. Бұл дүниелер сол кездегі арнайы шеберханалардың жұмыс жасағандығын көрсетеді. Екінші дерек. Сонымен жергілікті алтын қолды шеберлер сол кездердегі ат-саймандар жасап, садақ, жебелер, көзе сауыттар дайындайтын ұстаханалар болған, шеберханалар болған сол кездерде. Қызық. Үшінші дерек. Үшінші дерек айтатын болсақ, осыдан 1000 жылдай бұрын Арал теңізі аймағында тұз өндірісі дамыған. Сонымен қатар Европаның бір қатар елдері тұзды осы Арал теңізінен алдыртқан деседі. Сондай деректер бар. Тамаша. Төртінші дерек. Төртінші дерекке айтатын болсақ, Жанкент шаһарында керамикалық бұйымдардың жасайтын пештері, сондай-ақ көркі көз қызықтыры глазурлы шынылары балқытатын қазандық пештері табылған. Бір қызығы сол қазандық қазба жұмыстарының нәтижесінде пештің үстінде, қазанның ішінде глазурлы шыны қалдықтарының қалғаны зерттеген табылған. Сонда шыныны балқытып, қыш ыдыстың бетіне құю, сол оғыздар заманынан бертін келе жатқан жаңағы техникалық технология. Тамаша. 5-ші дерек бар ма? 5-ші дерекке айтатын болсақ, ғалымдар Жанкентті зерттеу барысында сол кезеңдерде күміс және мыстан жасалған теңгелерді де тапқан. Сол кездерде теңгелер соғатын шеберханалары болған. Жанкентте табылған. Сонда сауда-саттықтың дамығандығы сол кезден бастап сауда-саттықтың дамыған. Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандығының, яғни сауда-саттық сол жерде жақсы Көне дәуірдің шежіресін таратқан ғалымдар Жанкенттің Ұлы Жібек жолы бойында іргелі сауда-саттық орнының бірі болғандығын айтады. Сонымен қатар осындай бір Жанкенттің өркениетті өмір сүргенін дәлелдейтіндей, кезінде біздің ата-бабаларымыз талайды таңғалдырған дүниелерді жасаумен айналысқандығын біз мақтанышпен айта аламыз. Оны археологиялық олжалар дәлелдеп келеді, қазбалар дәлелдеген үстіне осы жаңағы музей қорына келіп жатқан дүниелердің өзі сол Жанкенттің үлкен шаһары болғанын, сол кезде Ұлы Жібек жолының бойында Қытаймен байланыс жасаған, Хорезм қалаларымен байланыс жасағандығын дәлелдейтін көруге болады. Тамаша. Жанкент туралы ұсынған деректеріңіз, дәйектеріңіз, мәліметтеріңіз үшін көп-көп рахмет. Студиямызға уақыт тауып, үлкен осы кезіндегі мынау оғыздардың астанасы болған осы өлке жаңа 4 астананың басын, астананың шеруін басынан өткерген қала солардың бірі. Осы сақтардан кейін, Шірік-Рабаттан кейін оғыздар заманында үлкен қала болған, орталық болған Жанкент қаласы туралы біраз мәліметке қанық болды деп ойлаймын біздің тыңдармандар. Сізге көп-көп рахмет. Еңбегіңізге шығармашылық шабыт тілейміз, толағай табыс тілейміз. Сау болыңыз. Ал құрметті тыңдармандар және көрермендер, Жанкент қалашығы туралы хабарды Сыр шаңырағы YouTube каналынан және Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейінің әлеуметтік желі парақшаларынан тамашалай аласыздар. Микрофон алдында болған Әйгерім Сейітбекқызы, музей радиосымен бірге болыңыздар.